Оңай әрі тез дайындалатын өте дәмді боп шығатын бізде бүгін шығыс пирогы. Електен өткізіп алған ұнымызға бір қасық қопсытқыш салып, екеуін араластырамыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Екеуін әдемілеп біріктіріп осылай мұжамыз. Осылай үгітіліп ұн шығады, оның үстіне құм шекер саламыз. Үстіне бір жұмыртқа, барлығын бірге араластырып, бізде кәдімгі қамыр шығады. Міне бізде осындай қамыры шығды. Осылай елеп-елеп әдемілейміз. Қамырымызды оқтаумен осылай кішігірім етіп жайып алып, ыдысқа саламыз. Менде ыдыс 26 сантиметрлік. Әдемілеп осылай қолымызбен басу арқылы біз пішін келтіреміз. Пирог жасағанда осындай ирек, жаны ирек посуда қолдансаңыздар өте әдемі шығады. Мінекей барлығын істеп болдық біз. Енді салмасына жаңғақ, мейіз, сгущенка қажет. Жаңғақты осылай қолымызбен әдемілеп бөліп, бір келкі етіп саламыз. Мен мейізді алдын ала жуып қойдым. Енді сол мейізімізді саламыз. Салмамыздың бетіне 3 желанияны құямыз. Сгущенкадан 3 желанияны қолданыңыздар, сонда сіздердің пирогтарыңыз дәмді әрі керемет боп шығады. Осылай бір келкі етіп барлық жеріне құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты, әдемі әрі тәтті. Ұнаса тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басыңыздар.